Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан. Kazakh канал, әдеттегідей каналымызда жаңа видео. Бұл видео Түркия мемлекеті туралы болмақ. Менің кішігірім мақсаттарымның бірі осы жылдың соңына дейін ютуб арнамдағы көрермендерімнің санын 10 мыңға дейін жеткізу. Сол мақсатымды орындамасатын тек қана сіздерден максималды түрде актив және де каналға подписка жасап, лайк басып, коментарий жазып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Түркия мемлекеті Евразия материгіндегі Еуропа және де Азия дүние бөліктерін жалғап тұрған мемлекет болып есептеледі. Оның орналасқан аумағы кіші Азия түбегінде орналасқан. Түркия Республикасы 1932 жылы Осман империясынан кейін Түркия Республикасы болып өзін тәуелсіз мемлекет ретінде жариялаған болатын. Оның ең алғашқы президенті әрине Ататүрк. Қазіргі таңда Түркия мемлекетінің жер көлемі 783.562 км квадратқа тең. Жер көлемі жөнінен әлемде 37-ші орынды иеленеді. Түркия мемлекетінің жер көлемін еліміздің жер көлемімен салыстыратын болсақ, Түркияның жер көлемі Қазақстаннан 3,4 есеге кіші. Қазақстанның жер көлемі 2.724.902 км квадратқа тең. Әлемде жер көлемі жөнінен 9-ші орынды аламыз. Түркия мемлекетінің солтүстігінде Қара және батысында жерорта және сонымен қатар Эгей мәрмәр сулары қоршап жатыр. Қазіргі таңда осы теңізді пайдалану арқылы Түркия мемлекетіндегі туризм өте жоғарғы түрде дамыған. Ірі қалаларының бірі, яғни туристік қалалар олар Стамбул, Каппадокия және Эгей теңізі және жерорта теңіздері болып есептеледі. Қазіргі кездегі Түркия мемлекетінің президенті Реджеп Тайып Ердоған. Бұл факты ешқандай сіздер видеодан көрмедіңіздер. Өзімізге бауырлас саналатын ел Түркия мемлекетімен Қазақстанды байланыстыратын тарихи бір факт бар. Ол әрине екі мемлекет тәуелсіздік алғаннан кейін өзінің астаналарын ауыстыруы. Түркия мемлекеті Осман империясы ыдырағаннан кейін өзінің астанасын Стамбулдан Анкараға көшірілген болатын. Дәл солай Қазақстан өзінің елордасын Алматы қаласынан Астана қаласына көшірілді. Қазіргі таңдағы Түркия мемлекетінің ірі қалаларына Стамбул, Анкара, Измир сияқты тағы басқа ірі үлкен қалалары кіреді. Барлықтарыңызға белгілі деп ойлаймын, Түркия мемлекеті барша мұсылман мемлекеттерінің қолдаушы мемлекеттер қатарында. Оған дәлел Армения мен Әзербайжанның арасындағы болған қақтығыс кезінде Әзербайжанды қолдаған бірден-бір мемлекеттердің бірі осы Түркия мемлекеті болған болатын. Қазіргі кездегі Түркия мемлекетінің қарулы күштері өте жоғарғы түрде жабдықталған және де қаруланған. Себебі олар Америка құрама штаттарының НАТО ұйымына мүше. Қазіргі таңдағы Түркия мемлекеті техникалық қызмет көрсету жағында НАТОда Америка құрама штаттарынан кейінгі екінші орында тұр. Түркия Республикасының ресми діні ол әрине ислам діні. Қазіргі таңдағы Қазақстанда салынып жатқан ең ірі мешіттерді осы Түркия мемлекетінің компаниясы салып жатыр. Қазақстан мен Түркия мемлекетінің арасындағы сауда қарым-қатынасы өте жоғарғы түрде дамыған және де қазіргі таңдағы Түркия мемлекеті өзінің сериалдарымен және сонымен қатар туристік орталықтарымен әлемге танымал болып келеді. Қазіргі кездегі саясаттағы орны да әлемде белгілі бір орынға ие. Түркия мемлекеті Қазақстан Республикасының бауырлас мемлекеттерінің бірі болып келеді және де Қазақстан ең алғаш Кеңес одағынан ыдыраған тұста ең алғаш құттықтаған мемлекеттердің бірі болып осы Түркия мемлекеті болған болатын. Осылайша Түркия мемлекеті туралы видео аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын және видеоның соңында сіздерге ұсыныс келесі екі видео шығарғым келіп отыр. Олар әрине сіздердің максималды активтеріңізге байланысты. Ең алдымен қай видеоны шығарайын? Олар ең алдымен Дубай 2020 экспосы, яғни биыл өтуі тиіс болған экспо коронавирусқа байланысты 2021 жылға ауыстырылды. Қазіргі таңда Дубай қаласы экспоға орай өте көптеген ірі жобаларды қолға алған болатын. Олар қазіргі кезде сіздер видеосын көресіздер. Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Kazakh канал. Сіздер бүгінгі видеода 2020 жылғы өтуі тиіс болған Дубай қаласындағы экспо туралы білетін боласыздар. Қазіргі таңда Дубай қаласы осы экспоға байланысты өте ірі ауқымды жобалардың бірін қолға алған болады. Солардың бірі Дубай керек тауыр ғимараты. Ол қазіргі таңдағы ең биік ғимарат Бурж Халифадан 100 метрге биік. Бурж Халифаның жалпы биіктігі 828 метрді құрайды. Ал осы Дубай керек тауыр ғимаратының жалпы биіктігі 928 метр және 200 қабатты ғимарат болып есептеледі. Бұл ірі ғимараттың дизайнері испандық архитектор Сантьяго Калатрава болып табылады. Қазіргі таңда осы жобаға $1 миллиард қаржы жұмсалған болатын. Дубай 2020 экспосы негізгі осы жылы өтуі тиіс болған болатын, алайда COVID-19-ға байланысты ол 1 қазан 2021 жылға ауыстырылды. Осы Дубай қаласы туралы видео немесе келесі видео Түркия мемлекеті мен Оңтүстік Корея мемлекетін даму жағынан салыстыратын боламыз. Мұнда барлығын салыстыратын боламыз. Халқының жағдайы және сонымен қатар қазіргі кездегі әлемдегі орны және сонымен қатар әскери күштері бойынша да салыстыратын боламыз. Бұл видео өте ұзақ және де мықты контент болатынына сенімдемін. Қай видеоны көргілеріңіз келеді, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Осылайша видео өз соңына жетті. Сіздерге видео ұнаса,
маған лайк басып, коментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті міндетті түрде басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Kazakh каналы. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.